Ассалаумағалейкум. Қостанай облысындағы алапат өрт ауылдарда шаршып тұрғындар эвакуацияланды дейді. Енді бұл жерде мәселені қарастыратын болсақ, бүгін 4 қыркүйек түнгі сағат 2:30. Бұл жаңалық дәл 10 сағат бұрын естілді. Әлеуметтік желілерден таралды. 10 сағат бұрын, яғни таңертең деп айтайық. Дәл қазір мынау қашан басылымға шыққан екен? 4-іне емес, 3-іне кешкі сағат 8-де басылымға шыққан екен. Бұл мәлімет бойынша міне қалай болған. Қостанай облысының Әулиекөл ауданында орман өртін сөндіру жұмыстары жалғасып жатыр дейді. Енді өрт сөндіруге жеке құрамнан 235 адам, бұл өте аз десек болады. Ал егерде техника көп болатын болса, бұл адамдар техниканы басқарып, орасан іс-әрекет жасап жатыр, және бұл адам көп деп атауға болады. Бірақ қарасақ, техника 32 ақ техника бар. Бүткіл Қостанай облысында 32 техника. Бір адамда 32 техника бар заман ғой қазір. Дұрыс па? Бір үлкен компания алатын болсақ, онда 32 техника бар деген секілді. 3 әуе кемесі дейді. Әуе кемесі бұл ұшақ бекен, немесе тік ұшақ бекен. Бірақ 3-ақ деген өте аз. Себебі шетелдерге қарасақ, жекеменшік вертолеттік ұшақтары бар, адамдар бар. Осы секілді бүткіл мемлекеттік деңгейде ол өте көп болу керек, 3 өте аз. 3 өрт сөндіру пойызы жұмылдырылды дейді. Енді пойыз қаншалықты жете алады, ол жерге жете алмайды. Енді 3 пойыз сөндіру жұмылдырылыпты. Оның ішінде ТЖМ-ның 14 техникасы, оның ішінде жаңағы 32-ның 14-і ТЖМ-нікі, жеке құрамынан 61 адам, осының адамдары мынаның ішінде болып тұр ғой. Суағар құрылғылар бар 2 тікұшақ, әуе кемесі болғанда бұл ұшақ-ау деймін. Мынау енді 2 тікұшақ дейді. Немесе осының ішіндегі болса, 2-і осылардыңкі болып тұр, ТЖМ-нікі. Өте аз. 2 тікұшақты бір-ақ адам қамтамасыз етеді, егерде мемлекетіміз бай болатын болса, және де ірі бизнес орталықтар, ірі бизнесмен адамдар болатын болса. Бұл енді еліміздің осы 30 жылда дайындығы, 30 жылдағы істеген жетістігі болып тұр. Жетістік емес, бұл іссіздерден қалған қалдық секілді менің ойымша. Бұл енді адамды қатты қиналдырады. Бұл жаңалықты естіп, және мынандай нәрселер жұмылдырғанына қатты қарның ашады. Еліміздің осындай төтенше жағдайларға әлі дайын еместігін білдіреді. Ішкі істер министрі жеке құрамынан 33 адам, ішкі істер министрінен 33 адам бар екен. Осының ішіндегі жаңағы қорғаныс министрлігі және құрамынан 20 адам, орман шаруашылығынан 15 техника, орман шаруашылығының өздерінің 15 техникасы, жеке құрамынан 80 адам, бір әуе кемесі. Жаңағы 2 тікұшақ ТЖМ-дан болса, біреуі олардан. Орман шаруашылығында біреу-ақ әуе кемесі. Орман шаруашылығын ол жердің гектарын санап, мысалға 10 гектарға бір әуе кеме, бір ұшақ, сонда ол жерде қанша гектары бар? 100 гектар болса 10 ұшақ, 1000 гектар болса 100 тікұшақ деген сияқты қарастырылған жөн деп ойлаймын. Немесе соған сәйкес. Ал біреу-ақ, 3-ақ деген не деген масқара. Енді жергілікті атқарушы органдардан 3 техника, жеке құрамынан 20 адам, қтж-ақыдан 3 өрт сөндіру пойызы 21 адам таратылады. Мынаны енді бөліп айтып тұр ғой, енді қарап тұрсаңыздар. Сағат 17-дегі жағдай бойынша ТЖМ су ағызу құрылғылары бар 2 тікұшақ өртті сөндіру үшін әуеге 12 рет көтеріліпті, 20 тонна су шашты. Тікұшақтар суды өрт орнынан 25 шақырым қашықтықта орналасқан табиғи су қоймасынан алып жатыр дейді. 25 шақырым өте алыс, одан жақынырақ жоқ бекен, бірақ тікұшаққа тиімді осы ғана болуы мүмкін. Жақын жерлерден кәдімгі көлік техникалармен жасауған болуы мүмкін. Енді қарап тұрсаңыздар, мына жерде мәліметтер желден де болып жатыр. Оның ішінде ауа температурасы да ыстық. Енді желдің екпіні 28 метрге дейін дейді. 3000 гектардан асты дейді. Байланысты өрттің аумағы 3000 гектар. Сұмдық. Сонда мына жерде қарап тұратын болсақ,
немесе тікұшақтың жоқтығынан бары сол үшеу-ақ берілген, немесе 1000 гектарға бір тікұшақ берілген. Бұл өте аз. Жоқ дегенде 100 гектарға бір тікұшақтан алып қойғанда Қазақстан алдын ала қазір 1000-ға 10, 3000-ға 30 тікұшақ жұмылдыратын еді. Және де техникалардан әр 3 гектарға немесе 5 гектарға бір техникадан болу керек педі. Осындай сандар болу керек еді. Және бұларды тек қана сумен шаша бермей, ормандар болып жатыр ғой. Мысалы үшінші, ормандарды, мысалға, мына сөздерде орман талдары деп алайық. Мына жерлерде өрт болып келе жатыр, техникамен келді, мына жерден бедеп кесіп таста. Дұрыс па? Бізде сондай техника бар ма? Сондай үлкен-үлкен талдарды кесіп шауып өтетін, ондай техника жоқ. Ондай да техника болу керек. Сондай техникамен шауып жарып өткен кезде, мысалы үшін, сумен сөндірген, сумен сөндіреді, сумен сөндіріп үлгеремағандарын ортадан кесіп, өрттің өтпеуіне жол беру керек еді. Қарап тұрсаңыздар. Енді мен жаңағы уақытты айтқан себебім, мына мәлімет 20 кешкі сағат 8-де болыпты. Үшіне қазір 4-і түнгі сағат 3 деп айтайық. 10 сағат бұрын мәлімденген еді, өрт болып жатыр деп. Одан соң 8 сағаттан соң, осы 2 сағат бұрын Астанадан Қостанайға көмек жіберілді, жаңағы пожарный өрт сөндіру машиналар жіберілді дейді. Бұл енді хайп па, не бұл енді? Түсініксіз болып қалды, немесе Астанадан басқа көлік жоқ па? Енді қараңыздар, ол өрт қайда болып жатыр? Әулиекөлский район дейді, мына Әулиекөл ауданында, Қостанай облысы. Міне Қостанайдан келіп жатқан шығар. Одан бөлек мына жерде көптеген аймақтар бар. Енді мен картаны үлкейтейін. Астана қайда? Міне Астана қайда, Қостанай қайда? Былай қарасаңыз, Шымкент пен Алматының қашықтығындай сияқты. Бұл жерде бізге жақындау. Көкшетау жақын. Көкшетау да алыс, енді бірақ Көкшетаудан да жіберілсе болар еді. Бұлай жақындататын болсақ, көптеген жерлер бар. Міне Денисовка, неге орысша мыналардың бәрі қазақша болмай ма? Денисовка, Лисаковск, Тобол. Рудный, Тарановская, Үленді, Докучаевка, Шолақсай, Кусмұрын, Октябрьская, Есіл, Жақсы, Атбасар, Державинск, орысша тілін келмейді деген, Сары Көл, Тимирязева деген жерлерден де мысалға көмектер, техникалар жіберілетін болса, осыны сонау Астанадан күтпейші, жақындау жерлерден. Сол көзде тиімді болар ма еді? Немесе бұл жерлерде техникалар жоқ па, немесе жанар жағармай жоқ па жіберетін көмек? Неліктен жаңағы өздерінде оларға жеткіліксіз техника? Осындай қиын жағдай болып жатыр. Дәл осы секілді Арыс қаласында жарылған кезде халықтар өздері қашқан, көбінесе мысалға таңнан басталған болса, 8-ден ба 10-нан болса да, дәл қазір уақытты есімде жоқ, бірақ сол басталғаннан кейін 4 сағаттан кейін ба жіберілді көмек. Яғни бірден шешім қабылданбады, өкінішке орай, немесе мемлекеттің өзінің базасында жаңағы автобустар жоқ, эвакуация жасайтын адамдарды алып келетін жер жоқ. Адамдарды алып келген кезде көп халық көмектесті, мемлекет тарапынан өте әлсіз болды. Өкінішке орай, дәл осы тұста да халықтар өздері қашып, өздері халықтар көрсетіп жатқан видеоларды көруге болады әлеуметтік желілерден. Бұл енді мемлекеттің әлсіздігі. Құдай сақтасын, бір төтенше жағдай болатын болса, біздің техникамыздың жоқтығы және де біздің әлсіздігіміз, бір ауданда бір нәрсе болатын болса, бір облыста бір нәрсе болатын болса, басқа бүткіл Қазақстанның облыстарынан көмек жіберіліп жатады. Неге өздерінің айналасында соны бірден шешетін, техника соны бірден шешетін керекті саймандар, керекті заттар, керекті барлық іс-әрекеттер жоқ. Сол қатты адамды қынжылтады. Қарап тұрсаңыз,
және де Астанадан жіберілген көмектің өзі де бірден жіберілмеді, иә. Ол 10 сағат бұрын хабарланды, және жаңағы Астанадан жіберілген көмек 2 сағат бұрын шықты әлеуметтік желіге, яғни 8 сағаттан соң көмек жіберілген болып тұр. Өте кеш және де өте нашар. Мынау зардап шеккен саны көбейіп жатыр. Одан кейін көп аймақ өртке шомылып жатыр.